Қайырлы күн. Таро арқылы әрбір жұлдыз белгілеріне жалпылама жорамал жасалғанменен тыңдармандарға мен түсіндіріп өткім келеді. Неге біздер алдағы болатын жағдайларды алдын ала білгіміз келеді? Себебі алда мені не күтіп тұр деген сұрақпен бірге әрдайым көңілімізде күмән тұрады. Алдағы жағдайдың белгісіздігі тіпті кейде көңілімізге қорқыныш туындататыны рас. Міне осы жерде сіздерге айтқым келгені, тароның жүйесі негізінен болашақ туралы емес, таро адамның қазіргі жағдайы туралы айтады. Адамның қазіргі жағдайын тереңірек көрсету арқылы карталар сізге қазірден басталатын мүмкіндіктерді көрсетеді, және сол мүмкіндіктерді бүгіннен бастап иеленуге сізге сенімділік береді, кейде бағыт береді. Егер біз алдағы болатын мүмкіндіктерді жай ғана біліп, бірақ отырып алып күтсек, мұндай тәсіл тароның сізге берген кеңесін де бағытын да бұзады деуге болады. Ал болашақ ол кенеттен өзі пайда болмайды. Ол адамның қазіргі күйінен, қазіргі сіздің ойлаған ойыңыздан, қазіргі сезімнен, қазіргі әрекеттен қалыптасады. Егер қазіргі жағдайыңыз мынадай болса, немесе қазіргі жағдайыңыз мынадай болса, бұл екі түрлі күй, сондықтан осы қазіргі уақыттағы күйімізбен біздің болашағымызда байланысты. Әркім өз болашағын бүгіннен бастап өзі құрайды. Ал енді тароның жүйесі біздерге тек мүмкіндіктерді көрсетіп, оған жетуге жол сілтеп, сенімділік береді. Тоқтылар, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Жалпы бірінші жарты жыл тоқтылар үшін бір қалыпты тыныш жағдайда жайлы өткен екен. Әдетте тоқтылар эмоцияға, сезімге көп берілмей ақылмен шешеді. Егер бір іспен айналысқан кезде жан тәнін салып, белсенділік танытады, бар күшін салады. Бірақ бірінші жарты жылда тоқтылар керісінше асығыс қозғалыстардан бас тартып, бәсеңдеп, бақылауға көшіп, өзінің ішкі дауысын тыңдауға, рухани өсуге көңіл бөлген сияқты. Мүмкін эзотерикаға, осы таро кеңестерін тыңдау сізге қызықты болған болар. Жоғарғы күштердің көзімен осы ұстанымыңыз дұрыс, себебі сіз сабырлылыққа, даналылыққа бетбұрыс жасапсыз. Екінші жарты жылда сіз тоқтылар бұрынғы өзіңіздің сол белсенді қалпыңызға қайтадан оралуға болады. Аға аркан сәттіліктің дөңгелегі, бір сәтті өзгерісті иеленуге осы екінші жарты жылда уақыт келді дейді. Бұл кенеттен немесе кездейсоқ тағдырдың күтпеген сыйлықтары, немесе жолыңызда сәтімен кездескен оқиғалар болуы мүмкін. Мүмкін интеллектуалды жұмыс, немесе шығармашылық серпіліс сізде пайда болады. Жалпы тоқтылар екінші жарты жылда сәтімен кездескен оқиғалардан бас тартып, немесе кейінге қалдыруға жол бермеңіз. Сәтті уақытты өткізіп алмаған дұрыс дейді. Себебі қараңыз, мына бір келесі айналым қайтып келгенше сіз әрі күтіп қаласыз, әрі қаншама уақытыңыз кетеді. Сондықтан сіз сәтті уақыттардан бас тартып жүрмеңіз. Жалпы бұл карталар сізге өте асығыс шешім қабылдамауды да кеңес етеді. Себебі асығыстық қақтығыстарға алып келеді, немесе басқа адамдармен арадағы дөрекі сөз шиеленістеріне әкеліп соғуы мүмкін. Сіз бірінші жарты жылда сабыр сақтап, күш жинадыңыз.
Енді сол екеуінің тепе-теңдігін сақтасаңыз, сәттіліктің дөңгелегін бақыт дөңгелегіне айналдыру алыс емес. Екінші жарты жылда тоқтыларға неге мән беру керек? Күйзелістерге, уайымға түспеуге мән беріңіз. Бұл енді мазасыз түндер, қорқынышты түстер, ұйқысыздықта болуы мүмкін. Жалпы көп жағдайда адамның өзінің іштей жаман ойларын өсіріп, соның шеңберінен шыға алмауынан туындайтын процесс. Керісінше тоқтылар сіздерге рухани сауығуға, жақсы болашаққа үміт артып, өзіңіздің жұлдызыңызға ұмтылуыңыз керек. Жұлдыз бұл арман мақсаттарыңыздың, сенім тілектеріңіздің түбі орындалатындығын көрсететін карта. Соған сіз өзіңіз де дайын болу керексіз. Себебі екінші жарты жылда соңына қарай тоқтыларға қаржыңызды тұрақтандыруға бір жақсы мүмкіндіктер туады екен. Бұл қаржыны көтерумен бірге бұл денсаулық, бұл жаңа білім, жаңа жұмыс, сәтті жасалған екі жақты келісімдер, немесе мансаптық дәрежені, табысты өсірудің бастамасын жасауға ең қолайлы кезең осы екінші жарты жылдың аяғында сізге мүмкіндіктер туады дейді. Мінекей осындай карталар сізге шықты. Сәттілік тілеймін. Торпақтар, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Бірінші жарты жылдың өзінде жаңа бастамаларды, бұрын шешімін таппай жүрген өзіңіздің ойларыңызды бастауға сіз шешім қабылдапсыз. Күтпеген жерден серпіліс тауып, өз идеяларыңызды енді қалай жасауды білемін деген сізде бір сенімділік пайда болған. Тіпті кейбір торпақтар бастаған істерінің нәтижесіне қол жеткізгенде болу керек. Себебі картада лайықты биікке қол жеткіздім деп, өз күшіне сенімді, өз тағында нық отырған императорды көреміз. Бірінші жарты жылда егер сізге жақын адамның тарапынан, немесе мүлде өзіңіз күтпеген адамнан сізге қарсы жасалған бір екі жүзді әрекеті жүрегіңізге ауыр тиген болуы мүмкін. Егер осындай жағдай орын алса, карта сізге бәрін бірінші жарты жылда артта қалдыруды кеңес береді. Себебі оның салдары екінші жарты жылға дейін ұласып кету қаупі бар. Негативті ойлар, уайымдау, эмоционалды түрде шаршау, яғни бұның барлығы сіздің өзіңіздің күш қуатыңыздың азаюына, ал енді күш қуатыңыз азайса, әрине материалдық тұрғыдан ақшаның азаюына алып келеді. Кез келген қиын жағдайды сіз өмірдің тәжірибесі деп қабылдап, және оны қайтадан, ондай жағдайға қайтадан түспеуге тырысыңыз. Аға аркан ғашықтар сізге шықты. Торпақтарға өз-өзіңмен іштей жан үйлесімділігін табуға, айналадағы адамдармен мейірім арқылы өзара түсіністік орнатуға кеңес береді. Жалпы екінші жарты жылда бұл ғашықтар сізге біреуге ғашықтық сезіміңіздің оянуы мүмкін екендігінде көрсетеді. Бірақ бұл жерде тек ғашық болу сезімі ғана емес, бұл таңдау картасы. Яғни сізде екі адамның қайсысын таңдаймын деген ой да туындауы мүмкін. Ондай жағдай орын алып жатса, жүректің кімді қалайтынын тыңдаңыз. Бұл карта тек қана қарым-қатынас емес,
кез келген таңдау болуы мүмкін. Бұл қай қалаға, қай жұмысқа, қай пәтерге көшуім керек деген сияқты, қай елге кетуім керек деген сияқты бір сізде кез келген салыстырмалы түрде сіздің таңдауыңызға түсетін жағдайлар, нәрселер болуы мүмкін. Иә, сізге бұл жерде ең маңыздысы қателеспей таңдау жасау керек. Яғни екінші жарты жылда сізді осындай жағдайлар сізді күтіп тұр екен. Енді екінші жарты жылда торпақтар, иә, сізге неге мән беру керек? Мүмкін қаржыңызды оңды солды жұмсай алмайтын, сізде жетіспеушілік болуы мүмкін. Осыған мән беріңіз. Шын мәнінде ай сайын келіп тұрған жалақы, жәрдемақы немесе зейнетақы сізде болуы мүмкін, бірақ оны сіз үнемдеуге тура келеді. Қаншалықты өзімнің жағдайым тұрақты деп ойлағанменен сізге ақшаңыз жетпейтін сияқты. Онда сізге ақшаны көбейтуге жұмыстану керек, жүгіріп жұмыс жасау керек. Иә, қараңызшы, картадағы адам бұл еш жұмыс мені қызықтырмайды деп өз-өзіне шектеу қойып қойған. Яғни сізше өзіңіздің жағдайыңызды салыстырып қараңыз. Себебі егер сіз мүмкін қаржыңыз аз болса да оны көбейткіңіз келгенменен сізде еріншектік бар шығар. Мүмкін жаңа қарым-қатынас, мүмкін жаңа өмір бастау керек шығар, бірақ сіз өзіңізге өзіңіз шектеу қойып қойдыңыз. Мінекей бұл карта сізге бұл жағдайдан шығу үшін жүгіріп ақша жасап, ақшаны көп табуға мән беру керек дейді. Сонда әрине сіздің табысыңыз тұрақталады, ақшаңыз жеткілікті болады. Жұмыс жасап отырған адам өз клиенті бар, жайлап күннен күнге тұрақты жұмыс жасаған арқасында табысы тұрақталып тұр. Торпақтар, сіздер көп ақша табамын деп қосымша міндеттемелерді мойныңызға жүктеп алып қиналып қалмаңыз. Ондай да жағдай болуы мүмкін. Себебі торпақтар ешқашан қиындықтан қашпайды, қажырлы адамдар, бірақ қараңыз, қосымша жұмыс алған кезде өзіңіз ғанасыз, жаныңызда ешкім жоқ, сіз жалғыз адамға мұншалықты міндеттемелерді жинап алу оңайға соқпайды. Сондықтан бір жағынан жақсы нәтижелерге жетемін деп сіз қиналып қалмаңыз. Бір жағынан жақсы нәтижелерге тек қиындықтардан өту арқылы біз қол жеткіземіз, иә? Дегенмен екінші жарты жылда не күтіп тұр деген біздің сұрағымызға жаңа мына бір карта шықты, иә? Бұл бір нәрсені уайымдап шаршайтыныңызды ескерткен болатын. Олай болса, осы бір қосымша міндеттемелерді алған кезде күшіңіз оның барлығын орындауға жетеді ме? Соны ойланып алған дұрыс болар. Мінекей сізге карталар осындай кеңестер берді. Сәттілік тілеймін. Егіздер, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Егіздер, бірінші жарты жылдың ішінде тіпті сіздің өміріңізде маңызды рөлі бар, немесе сіздің жүрегіңізден ерекше орын алған бір адамды кездестіргенсіз. Қараңызшы, картада ақшалы, бай, мырза, кедейлерге қолынан келген көмегін көрсетіп тұр.
әдетте адамдар материалдық тұрғыдан бай, немесе рухани тұрғыдан бай болып келеді. Ал сіз кездестірген адам егер материалды түрде бай болмаса, рухани түрде ішкі дүниесі бай адам. Сізге қамқор болатын, кез келген уақытта шын жүрегімен көмектесетін адам екен. Бірақ сіз оның таза ниетін түсінбей бағаламағансыз, тіпті өзімшілдікпен орынсыз ренжітіп, немесе өзіңіз орынсыз ренжіп, әдейі сатқындық жасапсыз. Немесе бұл сатқындықты сол адаммен арадағы жақсы қарым-қатынасыңызды қызғанған, яғни соның кесірінен, басқа адамдардың кесірінен, қызғанышынан бұзылған болуы мүмкін ара қатынасыңыз. Араңызды бұзған әйел адам болуы мүмкін, яғни оның өзіндік бір арам ойы болған, яғни сізбен өзі бірге қалу үшін және ақшаңызды, басқа да ресурстарыңызды пайдалану үшін сіздердің араларыңызды бұзған сияқты. Ал сіз сол әйелдің өтірік сөздеріне сеніп, тіпті мүмкін әлі осы уақытқа дейін бірге боласыздар. Жалпы егіздер, бұл карталар сіздің бірінші жарты жылда өміріңізге еніп, ерекше есте қалған адам болса, яғни оның сол адамның сізге деген ниеті адал және жаны таза адам екенін біліп жүріңіз. Осыны ескерткісі келеді бұл карталар. Екінші жарты жылда егіздерді не күтіп тұр? Екінші жарты жылда сізге сол адаммен деп айтуға болар едім, яғни қарым-қатынасты жаңадан бастауға, татуласуға жоғарғы күштер мүмкіндік беремін деп тұр. Кейде адамдар, біздің мына жолымызда бір адам кездесті, мені құтқарып қалды, немесе дер кезінде дұрыс кеңес берді деп риза болысып жатамыз. Негізінде осындай адамдар жаратқанның құдіретімен біздің өмірдегі періштеміз болып келіп, яғни өміріміздің ең қажет уақытында жіберілгенін байқамай қаламыз. Соған қарағанда, енді кездескен ерекше адамдарға ризашылық айтып, енді мүмкіндігінше қарым-қатынасты жоғалтпаған дұрыс шығар. Екінші жарты жылда тағы да не күтіп тұр деген сұрақтарға айтар едім. Жалпы көп жағдайда адамдарды дұрыс жолдан тайдыратын бұл біздің өзіміздің тәкаппарлығымыз, немесе өзімшілдігіміз, ашу ызаға берілу. Осыған біз әрине сақ болу керекпіз. Егер жүрекке осының барлығының орнына тек қана махаббатты қалдырсақ, біз жан жағымыздағы адамдарға тек қана махаббатты береміз. Қараңызшы, аға аркан әділеттілік шықты. Бұл кармалық карта. Шын мәнінде басқаға жасалған әділетсіз ісіңізге түбі жауап беретін кезең болады дегенді білдіретін карта. Егіздер, егер сіз екінші жарты жылда мүмкін өз әрекетіңізді қайта қарап, қай жерде қателестіңіз, кімді ренжіттіңіз, жағымсыз жағдай сізге қалай әсер етті, егер болған болса, тіпті өз өміріңіз қалай өзгерді, осының барлығын сіз мүмкін електен өткізіп ойланғаныңыз дұрыс шығар. Яғни әділдікті сіз өзіңіз орната аласыз. Себебі осы қателескен өз әрекетіңізді түсіну арқылы, түзеу арқылы сіз алдағы өзіңіздің жолыңызды ашасыз дейді. Жұлдыз картасы бұл алдағы үміт сенімдеріңіздің орындалуы. Мұның барлығы сіздің сол жаныңыздағы адамдарға байланысты.
иә, онда жаныңызға тек адал адамдарды қалдырыңыз. Сіздің өміріңізде жұлдыз белгілері егіздер, таразы, су құйғыш ер адам шығып тұр, яғни бұл сіздің өзіңіз, иә, деп айтуға болады. Яғни сіз өзіңіз екінші жарты жылда ерінбей еңбек етумен және өз тапқан табысыңызды, ақшаңызды қатаң бақылауға алу арқылы екінші жарты жылда қаржыңыз көбейеді. Яғни тапқан ақшаңыздың ірі өсімін аласыз. Немесе жылжымайтын мүліктер, пәтер сатып алу, күтпеген жерден мұрагер болу сияқты көп ақшаның картасы сізге шықты. Екінші жарты жылда сізге өз қатеңізді түзеп, көп ақша жасауға ұмтылу күтіп тұр екен. Неге мән беру керек? Екінші жарты жылда егіздер ескінің бәрін тастап жаңа өмір бастауға шешім қабылдауыңыз мүмкін. Осыған мән беріңіз. Енді өлім картасы шыққан кезде түбегейлі өзгерістер де өмірде болуы мүмкін, иә? Айналаңыздағы достар, таныстар, көп нәрселер өзгерсе таң қалмаңыз. Өйткені өзіңіз іштей өзгересіз. Егер сізді артқа қарай тартатын, яғни ескі өмірге қарай тартатын достар болса, қаншалықты қиын болса да жеңіл жіберуге дайын болыңыз. Бұл карта барлық уақытта адамдарға өлімнен қорықпауды, себебі өлімнен кейін әрқашан жаңа өмір туады дейді. Біз ескіні артқа тастау арқылы жаңа өмірге ұмтыламыз. Романтикалық карта, яғни сіз сол жаңа өмір бастау арқылы мүмкін ұнатқан адамыңызға кездесу туралы ұсыныс жасаймын деп шешім қабылдайсыз. Өйткені бұл кездесу, қауышу картасы. Егіздер, бұл қарым-қатынасқа да сізге мән беру керек. Өйткені неге мән беру керек деген сұраққа шығып тұр, иә, бұл қарым-қатынастың сізге маңызды рөлі бар сияқты. Одан кейін неге мән беру керек? Сіз бір жылдам қабылданатын шешім сізде болады, немесе тез арада бір жаққа жол жүру, сапарға аттану, мүмкін сол тапсырыстардың сізге келуі сияқты бір тез арада болатын бір жылдам хабар келуі мүмкін, тапсырыс келуі мүмкін, әйтеуір бір шешім қабылдауыңыз да мүмкін. Жалпы мына бір жүйелердің барлығының бір жаққа тіке ұшуы, ешқайда бытырамауы, бұл сіздің материалдық жағдайыңыздың, жалпы жағдайыңыздың тұрақтылығын білдіреді. Егер 4 саны ол тұрақтылық болса, бұл жерде 8 жебе, ол сол тұрақтылығыңызды бекіте түсетін карта. Аға аркан күн. Егіздерге мен ғаламды, ғалам мені жақсы көреді деген ұстанымменен өмір сүрсеңіз, ғаламды сүйсеңіз, күн шыққанда бастағаныңыздың бәрі жақсы аяқталады. Неке егіздер, сізге осындай бір әрі ой салатын, әрі бәрі жақсы болатын деген карталар шықты. Сізге екінші жарты жылда ойлаған ойларыңыз орындалып, барлығы жақсы болсын деп сәттілік тілеймін. Шаяндар, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек екінші жарты жылда? Бірінші жарты жылдың өзінде шаяндар ғаламның қолдауына сенім артып,
алдағы кезеңнен жақсы өзгерістерді, материалдық тұрақтылықты күткеніңіз анық. Шайындар үшін өмірдің бір кезеңін аяқтап, екінші кезеңге аяқ басу болған шығар. Бірінші жарты жылдықты айтып отырмын. Кейбір шаяндар осы бірінші жарты жылдың өзінде де тіпті өзіңізге ұнайтын адамды кездестірген боларсыз. Мүмкін бұл жаңадан таныстық, кездесуге шақырдыңыз, немесе сізге жаңа жұмыс бабындағы ұсыныстар болуы да мүмкін. Бұл тіпті табиғат аясындағы демалысқа шақырылған ұсыныстар да болуы мүмкін. Жалпы сіздің өміріңізде бір ерекше есте қалатын бірінші жарты жылда бір ұсыныстар орын алған, жағдайыңыз тұрақты болған. Екінші жарты жылда шаяндарды не күтіп тұр? Шаяндар екінші жарты жылда кез келген бақылаудан, қысымнан, немесе тәуелді қарым-қатынастардан босайтын кезең күтіп тұр. Соған қарамастан, енді шаяндар кез келген тәуелділікке тағы да түсіп қалмаудан, немесе басқа біреуді өзіңе тәуелді етіп қоюдан, бағындырудан аулақ болыңыз. Енді адам әртүрлі жағдайда әр нәрседен тәуелді болып жатады. Ол салық, прокуратура, полиция, сот сияқты тексеруші органдарға тәуелділік, немесе бұл құмар ойындарға, зиян ішімдіктерден құмарлылық, әртүрлі жағдайда. Сондықтан шаяндар, сіздерге ішкі жан дүниеңізбен үйлесімділік табыңыз. Яғни рухани өсу мен рухани сауығу сізге жыл бойына қажет сияқты. Осы рухани өсу арқылы сіз қаржы, денсаулық, жұмыс, қарым-қатынаста үйлесімділік сақтаңыз, тепе-теңдікті сақтаңыз. Шаяндар екінші жарты жылдың соңында сіз жыл басынан күткен ауқатты тұрмыс, жанға жайлы, сәнді жақсы өмір сізді күтіп тұр. Сіз бұны көп күттіңіз. Жалпы жоғарғы күштер рухани өсу арқылы бірінші өзіңізді сүюге, екінші өмірді сүюге, үшінші өмірдің әрбір сәтінен қанағат, қуаныш табуға сізді жыл бойы дайындап, соңында бар жақсылықты беремін дегенде екен. Яғни бұл таро картасындағы ең жақсы карта. Бұл карта сізге, мінеки қараңызшы, қандай әдемі әйел, ендігі жерде сыртқы келбетімен де, ішкі жан дүниесімен де әдемі әрі рухани тұрғыдан биік жан. Яғни сіз барлық жақсылыққа лайықтысыз. Сізді осындай жан ретінде жоғарғы күштер екінші жарты жылдықта көреді екен. Енді екінші жарты жылда шаяндарға неге мән беру керек? Екінші жарты жылда жаңадан бастаған қадамдарыңызға мән беріңіз. Мүмкін бұл отбасыңызда дүниеге келетін сәби болуы мүмкін. Бұл жалпы тек қана бала тәрбиесімен байланысты карта емес, бұл сол жаңадан туылған бала сияқты. Бұл мүмкін жаңадан басталған өмір, жаңа жұмыс, жаңа оқу, жаңадан бір нәрсені үйрену де болуы мүмкін. Бірақ енді кейде жаңадан басталған өзгерістермен бірге біздің өмірімізде бір мәжбүрлі тәуелділіктер туындап жатады. Сондықтан оны қалай түсінуге болады? Қараңызшы, мына адам өзін басын төмен салбыратып, аяғынан өзін іліп қойған. Сондықтан бұны қалай түсіндіруге болады? Мысалы, жаңа оқуды бастадыңыз. Егер сол оқуды бастаған кезде, сол оқу аяқталғанша өз уақытыңызды, ақшаңызды құрбан етесіз. Басқа шаруалардың барлығын қоя тұруға мәжбүрлісіз. Емін еркін бұрынғыдай ешқайда кете алмайсыз. Яғни уақытша ойын сауықтан өз еркіңізбен бас тартуға тура келеді. Мінеки сондай бір мәжбүрлі жағдайда болуыңыз мүмкін. Бірақ мына жерде қараңыз, аға аркан әділеттілік. Бұл әділеттілік, яғни осы бір болып жатқан
мерзімнің бәрі, яғни сіздің уақытша өз уақытыңызды мәжбүрлі түрде құрбан етуіңіздің барлығы бұл әділетті, осылай болу керек. Себебі осындай тәуелділік арқылы, тәуелділіктен өту арқылы шаяндар жақсы өзгерістерге қол жеткізеді екен. Жалпы жоғарыда жаңа кездескен қай карта? Тәуелділік картасы, иә? Бұл карта қандай да болмасын бір тәуелділіктің болатынын бізге ескертіп өтті ғой. Сондықтан қазір мінекей әділеттілік бұл тәуелділіктің сіздің өміріңізді жақсартуға байланысты тәуелділік екендігін бізге көрсетіп тұр. Шаяндар, одан кейін мінекей сіздің өміріңізге ақ карта шықты. Яғни ақ карта бұл ақ кітаптердің бетін ашып жаңадан жазып бастаған кезде біз енді қалай барынша әдемі жазуға тырысамыз, иә? Сондықтан шаяндар, бұл картаны екінші жарты жылдың аяғына қарай өміріңіздің келесі кезеңіне әдемі ақ жолмен таза аяқ басамын деп қабылдаңыз. Арыстандар, 2026 жылдың екінші жарты жылы не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Арыстандар, бірінші жарты жылда сіз отбасы мәселесінде болсын, жұмыс бабында болсын, адамдармен кеңесу арқылы шешімдер қабылдадыңыз. Жеке өз шешімінен көрі басқалармен бірге ақылдасып шешкен дұрыс болады деп тұрсыз. Материалдық жағдайыңыз тұрақты болған, иә? Бірінші жарты жылда арыстандар, қазіргі өмірімді бұдан да жақсыға қалай өзгертуге болады деген сияқты бір өзгерістерді көңіліңіз іздеген, немесе көңіліңіз демалысты, мерекені қалады. Сіздің өміріңізде бірінші жарты жылда мүмкіндіктердің бірнеше нұсқаулары болған сияқты, және сол бірнеше нұсқауларға сіз таңдау жасапсыз. Менің өзімнің және отбасымның жағдайына қайсысы сәйкес келеді деген сізде салыстыру, қызығу, тіпті ішкі азғырулар да болған сияқты. Егер бірінші жарты жылы сіз арыстандар бір жобаға шешім қабылдап таңдау жасасаңыз, ол тіпті бір ұсақ түйек қана мәселеге емес, немесе сіздің тек қана жеке басыңызға қатысты мәселеге емес сияқты. Өйткені ғалам картасы сол сіздің шешіміңіз көп уақыттарға жететін, тіпті айналаңыздағы адамдармен, ортамен байланысты үлкен мәселе екенін көрсетіп тұр. Екінші жарты жылда сізді не күтіп тұр? Екінші жарты жылда арыстандар бір нәрсені қатты уайымдауыңыз мүмкін, ұйықтай алмаған, мазасыз түндер болуы мүмкін. Байқаңыз, оның соңы күйзеліске ұласып кетпесін. Себебі кейде адамдар жаман ойларды еш себепсізден себепсіз іштей өсіріп алады да, соның шеңберінен шыға алмай қалады. Арыстандар, екінші жарты жылда негативті ойлардан арылмасаңыз, бұл сізді бір эмоционалды түрде бір қатты шаршауға алып келеді, иә? Сондықтан сіз көңіл күйіңіз күш-қуатпен бірге, көңіл күйдің кетуімен бірге ақшаның да азаюына әкеп соғатын жағдай. Бірінші жарты жылда сіз бір шешім қабылдадыңыз деп айттық қой, мінекей. Сіздің осы бір шешіміңіз маңызды шешім болған. Иә, бұл шешіміңіз тіпті болашағы жарқын, дұрыс шешім болған. Енді бұл карта сізге айтады, осы бір екінші жарты жылда, сол бірінші жарты жылда қабылдаған шешіміңізді тек бір орында тұрып қалмай, сол шешімді алға қарай жүзеге асуын қадағалауыңыз керек және дамытуыңыз керек деп тұр.
ақ карта бұл жаңадан басталатын жаңа өмірді көрсетеді. Жалпы екінші жарты жылда сіздің өміріңізде маңызды мәселе бұл таңдаған шешіміңізді дамыту. Себебі дамытудың ар жағында жаңа өмір күтіп тұр. Ақ карта. Екінші жарты жылда арыстандар, сізге неге мән беру керек? Арыстандар, алдыңыздан күн жарқырап шыққан кезде ешқандай уайым қайғы, оның барлығы артта қалады деп есептеңіз. Себебі бұл күн шыққанда бұл әрине өміріңізге енетін барлық жақсылық, сол жақсылықты қабыл алыңыз. Одан кейін сіздің жұмысыңызда мансаптық дәрежеңіз өсуі мүмкін, табыстың өсуі мүмкін, мән беріңіз, өйткені жұмысыңыздағы бұл лауазымның жоғарылауы да болуы мүмкін. Өйткені қоғамда құрметке, мәртебе иесісіз, отбасыңызда молшылық, не қаласаңыз бәрі бар. Осындай бір сізде материалдық тұрғыдан өсу, немесе лауазымыңыздың өсуі екінші жарты жылда күтіп тұр екен. Екінші жарты жылда арыстандар, сіздер ғаламторға, электронды почта, WhatsApp арқылы келетін барлық хабарламаларға зер салып мән беріңіз. Келісім шарттарға, әсіресе қол қойылып тіркелетін құжаттар болса мән беру керек. Өйткені сіздің сыртыңыздан бір қадағалау бар, немесе сіздің өзіңіз біреуді қадағалап отырасыз. Бұл тіпті сіздің сыртыңыздан жүріп жатқан мүмкін жағымсыз сөздер, өсек әңгімелер де болуы мүмкін. Сіз мұндай өсек аяңдарға мән бермеуіңіз керек. Себебі, қараңызшы, арыстандар, мен сізді құттықтаймын. Бұл триумфатор, жеңімпаздың картасы. Яғни арыстандар, өз күшіңіздің, өз еңбегіңіздің арқасында лайықты жеңіске жетесіз. Мүмкін сіздің сол қаншалықты уайымға салынған кездеріңіз болды ғой, сол уайымға салынбай ішкі дағдарыстарды жеңіп шығуыңыздың өзі бұл жеңімпаздық деп айтуға болады. Қандай жағдай болмасын, сіз жеңіске жете аласыз. Осы екі картаны скрин жасап қойыңыз және жеңістерге жете беріңіз. Бикештер, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек екінші жарты жылда? Бикештер үшін бірінші жарты жылдың ішінде бір қиын кездер басынан өтіпті. Бұл мүмкін өзіңіздің немесе жақындарыңыздың денсаулығына байланысты эмоционалды түрдегі бір соққы болуы мүмкін. Немесе бір нәрсені қатты уайымдау. Сіздің уайымыңыз бала мәселесі, немесе жұмыстың, ақшаның жетіспеушілігімен байланысты болған шығар. Сіз қаржыңызды көбейту жағына қарай барынша күш жұмсадыңыз, бірақ енді ақшаның түсімі өте аз, жұмысыңыздың алған нәтижелердің барлығы өзгерістер ойдағыдай болмаған, өте жай болған, яғни жай өрбіген. Тіпті бірінші жарты жылдың ішінде осы себептен болар, бикештер жағдайыңызды жақсыға өзгертуге қарай біраз ойланып, арасында қорытындыға келу үшін мүмкін үзілістер алған шығарсыз. Бірінші жарты жыл сізге осылай өткен екен.
Екінші жарты жылда бикештерді не күтіп тұр? Сақ болыңыз. Екінші жарты жылда басқа адамдардың тарапынан келетін екіжүзділік немесе сатқындық, содан сақтаныңыз. Болуы мүмкін. Бұл енді сіздің шынайы сеніміңізге қарсы жасалған сатқындық немесе кез келген ұрыс керіс, дау жанжал, жағымсыз жағдай болуы мүмкін. Жалпы екінші жарты жылда бикештер сіздерді бір үлкен табыс, сыйақы күтеді. Себебі бұл өзіңіздің бір кезеңіңіздің аяқталып екінші кезеңге аяқ басуыңыз, және бұл кезеңді сіз көптен күттіңіз. Немесе бұл алыс саяхатқа шығу, тұрғылықты жерді өзгерту, иммиграция болуы да мүмкін. Жалпы ғалам картасы бұл жетістіктерге жеткен, гүлденген кезеңді көрсететін карта. Сіз екінші жарты жылда күш қуатыңызда жеткілікті болады. Екі жебе бұл сіздің күш қуатыңыз. Осы екі жебедей ағып, еркін ағып, ғаламмен толық байланыста болады. Және бұл уақытта сіз жоғарғы күштердің қамқорлығында боласыз. Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Өзіңіз қалай ойладыңыз, екінші жарты жылда солай болатынына кәміл сеніңіз. Себебі ақ карта бұл ақ жолмен басталған өмірімнің жаңа кезеңі деп қабылдаңыз. Дәл осы кезең сіздің есіңізде көп уақытқа дейін ерекше сезіммен, бір ыстық ықыласпен кейін еске алатын кезең болатын болар. Жалпы айналысатын жұмысыңыз ғаламтормен де байланысты болуы мүмкін. Көбінде сіз кеңістік арқылы, интернет арқылы байланыста боласыз. Екінші жарты жылда сізге осындай бір жақсы карталар шықты. Дегенмен жүрегіңізге ауыр тиетін бір әрекеттерден, басқа адамдардың әрекеттерінен сақ болыңыз. Екінші жарты жылда неге мән беру керек? Бикештер, өзіңіз шықтыңыз, мінекей қараңыз, өте білімді, білгенін басқаларға үйретіп жүреді. Бикеш бар жерде өсу бар. Бикештердің бір ерекшелігі ол еркіндікті сүйеді. Өзіне тән тыныш, жомарт мінезі бар. Бірақ екінші жарты жылда сізге бикештер бар біліміңізді жинақтап, ақыл ойыңыздың айқын болуына, қарым-қатынаста ашық және адал болуға мән беру керек. Сіз қазір бикеш өз энергияңыздасыз, бірақ екінші жарты жылда сіздерге жұлдыз белгілері егіздер, таразы, су құйғыштың энергиясы өте қажет болады. Яғни бұл қылыштар қаншайымы. Неге? Өте әділ, тәжірибесі көп, логикалық ойлау қабілеті өте жоғары дамыған адам. Сізге осы бір энергия өте қажет. Себебі қараңыз, мына бір адам өзіме, мына жағалаудан өзіме керекті барлық тәжірибемді мен түгел алдым. Енді мен басқа жағалауға барып, сол тәжірибені тағы да қосымша жинақтау керекпін деп тұр. Олай болса, бикештер, екінші жарты жылда сіздің өміріңізде болатын өзгерістерге дайын болыңыз. Мүмкін басқа қалаға, басқа жұмысқа, басқа елге кетуге шешім қабылдауыңыз әбден мүмкін. Жалпы сіздің ойлағаныңыз барлығы сәтті аяқталады. Одан кейін екінші жарты жылда бикештер барлық құжаттарға, өзіңізге түсетін барлық хабарламаларға аса мән беріңіздер. Өйткені сыртыңыздан бір қадағалау болады. Бұл карта жағымсыз оқиғалардан сақ болуды, өсек аяңдардан сақ болуды, яғни өзіңіздің беделіңізді түсіріп алмауды ойланған дұрыс дейді. Жалпы екінші жарты жылда бикештер сіздерге
барлық көп нәрселерді жақындарыңызбен немесе кеңесу арқылы, немесе айналысқан ісіңізде басқа да адамдармен бірігіп шешкен кезде ғана жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз екен. Не осы есіңізде болсын. Осындай карталар шықты, қабыл алыңыз. Өте жақсы карталар. Бикештер, сәттілік тілеймін. Таразылар, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек екінші жарты жылда? Таразылар үшін бірінші жарты жыл бір-біріне ұқсайтын бір сарынды, кейде тіпті кейбір күндер көңілсіз өткенде сияқты. Бұл әртүрлі жағдай болуы мүмкін жұмыстың болмауы, ешқайда кете алмайтын уақыт, оқудың уақыты, немесе бұл денсаулықты қалпына келтіру, бір нәрсенің күтімі, адамды күту, немесе баланың күтімімен айналысқан болуыңыз мүмкін. Соған қарамастан таразыларға сіздер бір медитация жасау болсын, немесе шығармашылықпен, оқумен айналысқан боларсыз. Өзіңіздің бір айналысқан, өзіңіз қызығатын бір жұмыспенен айналысыпсыз. Жалпы бірінші жарты жыл бұл таразылар үшін бір сарынды өтсе де, кейбір күндері көңілсіз өтсе де, жайлы уақыт, тыныш уақыт болған деп көрсетіп тұр. Екінші жарты жылда таразыларды не күтіп тұр? Екінші жарты жылда таразылар, сіз көп ақша тауып, қаржыны тұрақтандырамын деп тұрсыз. Тіпті жылдың аяғына қарай сіз сол табыстың сізде өсімі болады. Мүмкін жұмыста лауазымыңыз жоғарылауы мүмкін. Жалпы қаржы жағынан сіз ақшаның өсімін, ірі өсімін күтіңіз. Екінші жарты жылда таразылар сіздерді бір жаман ойлар мазалап, уайымдауыңыз мүмкін. Қандай болмасын бір жағдайды. Мүмкін балаларыңызды уайымдайсыз. Жалпы бұл құр бос уайым екен. Себебі мына бір келесі карта, бұл жақсы жаңалықтардың болатынын қазірден бастап сізге алдын ала хабарлап тұр. Бұл жақсыны сүйіншілеп тұрған хабаршы адам деп қабылдаңыз. Жалпы ғаламның көзіменен жоғарғы күштердің екінші жарты жылдықта сіз қамқорлығындасыз. Таразылар екінші жарты жылда сіздерді үлкен табыс күтеді. Мүмкін тұрғылықты жеріңізді, пәтерді, мүмкін басқа жерге, басқа қалаға пәтер өзгерту, немесе көшу, немесе саяхатқа аттану сізді күтіп тұр. Аға аркан Иерофант. Бұл рухани мейірімділіктің картасы. Екінші жарты жылда жаратқанның сізді қолдайтыны айқын. Ал енді өзім бұған лайықтымын ба деп сіз мән беріңіз. Бұл Құдайдың картасы. Басқаларға көмек беріңіз, мейірімді істер жасаңыз. Жалпы бұл картадағы адам, яғни Иерофант, оның қолында еш билігі жоқ, бірақ өзінің бір ақылдылығымен, көрегенділігімен, қарапайымдылығымен бұл адам өзін сыйлата алады. Картаның мәні бойынша. Сондықтан сізді де басқалар құрмет тұтып сыйлайтын, тәлімгер ретінде, басқалар соңыңыздан еретін сіз істер жасай аласыз. Соған мән беріңіз. Себебі таразылар өте әділ жандар. Әділетсіздікті жайпап басып тастайтын сізде күш бар. Сондықтан таразылардың әділдіктің жаршысындай болатынына жоғарғы күштердің сенімі бар.
таразыларға ішкі жан дүниесімен үйлесімділік тауып, өзін тануға, рухани өсуге мән беру керек екен. Яғни сіз осы рухани өсу арқылы жаратқанға жақындайсыз. Неке осындай карталар сіздерге шықты. Екінші жарты жылда таразыларға сәттілік тілеймін. Саршаяндар 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Саршаяндар, бірінші жарты жылдың ішінде өміріндегі көптеген шектеулерден бас тартып, жаңаруға ұмтылыпты. Өлім бұл әрдайым аяқталу мен басталу. Бұл бұрынғы жоспарлардың бұзылуы, бұрынғы көзқарастың өзгеруі және адамның алдағы өмірінен тек жақсылықты күтуі. Бірінші жарты жылда саршаяндар көңілсіз көңіл күй, көңілсіз күндер өткізген боларсыз. Өміріңізде өлім арқылы өзгерістерге дайын болмаған кезде бұл сіздің жүрегіңізге тиетіні анық, уайымдайтыныңыз анық. Жалпы бірінші жарты жылда сіз біреуден, бір нәрседен мәжбүрлі кездерді де өткізген болсаңыз, оны сынақ мерзімі сияқты өтіп кетті деп қабылдаңыз. Бұл енді адамның кейде қандай да бір дұрыс жолды таңдауы үшін өзін уақытша бір нәрсеге мәжбүрлеп тоқтатып қоюы, немесе бір нәрсеге құрбан ету сияқты, өзінің уақытын өзін құрбан ету. Осындай бірінші жарты жылда сізде бір ескі өмірді артқа тастап, алға жылжу үшін бір өзгерістер болуы мүмкін. Болған да шығар. Осындай карталар шықты. Жалпы екінші жарты жылда сізді не күтіп тұр, саршаяндар? Екінші жарты жылда қызу жұмыс, ақша табу күтіп тұр деп айтсақ болады. Өйткені сіз күнделікті табыс табуға, сол табысыңыздың жемісін көруге тырысасыз. Тіпті күнделікті жұмыс жасаудың өзі сіздің сол әбден машықтанып, тәжірибелі маман болып шығуыңызға септігін тигізеді. Әрине, осы күнделікті өзіңіздің ақша туралы, ақшаға ғана жұмыс жасап тұрсыз, яғни бұл материалдық пентакли, барлығы материалдық карталар. Егер сіздің жұмысыңыз клиенттермен байланысты болса, клиентіңіз көбейеді және жақсы ақша табасыз. Мына таро картасындағы ең көп ақшаны білдіретін, байлықты білдіретін карта сізге шығып тұр. Екінші жарты жылдың аяғына қарай мүмкін сіз тіпті қаржыңыз тіпті тұрақты түрде өседі деп айтуға болады. Немесе сізге жақын туыстарыңыз, балаларыңыз қаржылай көмектесуі де мүмкін. Бұл әйтеуір адамның жылжымайтын мүлік алуы, пәтер алуы, немесе бір күтпеген жерден мұрагерлікке ие болуы сияқты, немесе сол өзіңіздің күнделікті жасаған табысыңыздың, яғни ірі өсімін көрсететін карта. Саршаяндар, сізге екінші жарты жылда рухани өсу керек. Оны әрі қарай жалғастыру керек. Жалпы рухани өсу арқылы сіз өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен үйлесімділік табасыз, өзіңізді танисыз, рухани өсуді жалғастыра беріңіз деп сіздерге осындай карталар шығып тұр. Екінші жарты жылда саршаяндар неге мән беру керек? Екінші жарты жылда саршаяндар жаңадан бастаған қадамдарыңызға мән беріңіз. Бұл карта мүмкін
жаңадан басталған оқу, жаңа жұмыстың басталуы, жаңа ұсыныстар, жаңа хобби, жаңа таныстық, жаңа ғашықтық сезім, жаңа отау құру, әйтеуір бір нәрсені жаңадан үйренуді білдіретін карта. Барлығы жаңадан жаңағы оқу басталған сияқты жаңадан басталатын нәрселер. Осы бір қадамдарға, осындай бастамаларға сізге мән беру керек дейді. Мүмкін отбасыңызда шын мәнінде нәресте дүниеге келер. Жалпы екінші жарты жылда саршаяндар бір нәрсеге, бір адамға, айналаға ренжу, ашулану, немесе жұмысыңыздан шаршау болуы мүмкін. Бір наразылық бар сізде айналаға деген. Сондықтан мүмкін сіздің өзіңіздің қаншалықты қол жеткізген нәрсеңіздің өзіне де көңіл толмаудың өзі бұл наразылық болып саналады. Ондай жағдайларға сіз мән беріңіз. Ушықтырып алсаңыз, арты өзіңізге қауіпті. Сондықтан бұл жағдай сізді осындай бір дағдарыстарға, тоқырауларға алып барады. Саршаяндар, сіздерге жағымсыз жағдайлар кездескен кезде үзіліс алып, ойланып барып, шешім қабылдау керек. Осыған мән беру керек. Мергендер, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Екінші жарты жылда неге мән беру керек? Кейбір мергендер үшін бірінші жарты жыл бір сынақтан өткендей әсер қалдыруы мүмкін. Бұл уақытта адам өзіне мәжбүрлі түрде өз еркімен бір нәрседен тоқтам қояды. Мысалы, бала күтімімен үйде отыруға өз еркіңізбен келісім бердіңіз. Сол себепті емін еркін бұрынғыдай ешқайда шыға алмайсыз, және бұл өзіңіздің уақытыңызды сол бала үшін, басқа адам үшін құрбан етуіңіз болып саналады. Бірінші жарты жылда мергендер басқа жерге, басқа ел, басқа қала, басқа жұмысқа, басқа пәтер, тіпті жұмыстағы кеңсені ауыстырудың өзі бұл өзгерістер болып саналады. Осындай бір өзгерістер сіздің өміріңізге енгізу керек болған болар. Кейбір мергендерде іштей осыған байланысты болсын, жалпы қобалжулар болған. Бұл қобалжулар көбінде көп жағдайлар тұман сияқты, не болатыны белгісіз, күту қажет, ал уақыт болса өте баяу қозғалады. Осындай бір алдағы болатын жағдайдың анық еместігі сізге бір іште қорқыныш туындатқан сезімдер, сондай күндер бірінші жарты жылдықта орын алған сияқты. Бұл ай картасы, яғни көбінде мүмкін әйел адамдар үшін іштей қобалжулар бұл жүктіліктің уақытымен байланысты да болуы мүмкін. Екінші жарты жылда мергендерді не күтіп тұр? Мергендер бақыттың, қуаныштың, табыстың картасын қабыл алыңыздар. Отбасыңызда бәрі жеткілікті, жанға жайлы, тыныш өмір күтеді. Отбасындағы адамдарыңыздың да көңіл күйі жақсы. Сіз өзіңіздің көңіл күйіңіз марқайып, мақтанып, өз отбасыңыздың әл ауқатына риза болып отырған жайыңыз бар. Бұл карта мергендер үшін сәттіліктерге қол жеткізу, мықты денсаулыққа, артықшылықтарға ие болатын уақыт. Екінші жарты жыл сізді қызықтыратын ұсыныстар түсуі мүмкін. Екінші жарты жылдықта бұл өзінің қараңыз, ғашықтық сезіммен асығып келе жатқан хабаршы адамда болуы мүмкін. Немесе өз ұсыныстарымен келе жатқан жұмыс бабында болсын, жалпы бұл сүйіншілік келе жатқан хабаршы адам. Бұл немесе сіздің отбасыңызға келетін бір қуаныш, бұл нәрестенің өмірге келуі, немесе сол бала сияқты жарыққа шығатын сіздің шығармашылық туындыңыз. Бұл немесе қозғалыс, сапарға аттануыңыз, жаңа жұмыстар, жаңа биік, яғни жаңа бизнес, жаңа хобби, барлық жаңа мүмкіндіктер екінші жарты жылдықта сізді күтіп тұр. Ақ карта, ақ жолдан басталатын жаңа өміріңіз, яғни
о жұлдыз картасы бұл екінші жарты жылда мергендердің мақсаты түзу болады, иә. Ал мақсаты түзу адам ойлаған арман тілегіне бәрібір түбі қолын жеткізеді. Яғни сіздің арман тілектеріңіз орындалады. Өте әдемі, жақсы карталар сізге шықты. Құттықтаймын. Енді екінші жарты жылда мергендер неге мән беру керек? Мергендер, кез келген тәуелділікке түсіп қалмауға мән беріңіз. Басқаны да өзіңізге бағындырып, тәуелді етіп қоюдан аулақ болыңыз. Бұл немесе сіздің бір жаңағы екінші жарты жылдықта өте жақсы карталар шықты ғой. Бұл тіпті іштей қызығушылық, адамның азғырушылықтарға еруі, құнығуға, құмарлыққа еріп кетпеуінде көрсететін карта, жалпы тәуелділік. Сондықтан екінші жарты жылда сіздер, мергендер, қарым-қатынастың қайда апаратын, қандай мақсатпен өрбитініне назар аударған дұрыс. Барлық мүмкіндіктерге ашық болыңыз. Басқа біреулердің әрекетіне босқа ренжіп, ашуланып, өзіңіздің уақытыңызды алып қоймаңыз. Өйткені зіл сақтап ұзақ уақыт отырып қалатын болсаңыз, бұл өзіңізге қауіпті. Себебі екінші жарты жылдықтың аяғына қарай сізді қаржыңызды көбейтуге қарай бір жақсы жобаларды жіберіп алмауға мән беріңіз дейді. Бұл мінекей адам осындай жабық қалпында отырған кезде әрине мүмкіндіктерді жіберіп алады. Сондықтан сіз өз қаржыңызды көбейтуге жақсы мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Тауешкілер, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіпті? Екінші жарты жылда неге мән беру керек? Тауешкілер, бірінші жарты жылда көбінде балалардың тәрбиесімен айналысқан боларсыз, немесе бір қосымша жобалар, қосымша жұмыстарыңыз болған сияқты. Сіздің айналысқан ісіңіз өте жай, өрбіген, немесе ақшаны да аз мөлшерде, ойлағандай емес, аз мөлшерде алыпсыз. Сіз енді бірнеше бастамаларға қадам жасапсыз. Өзіңіздің ойыңызда жүрген алғашқы қадамдарды жасапсыз. Өйткені тауешкілердің бірінші жарты жылдағы ұраны мен алғым келеді деп тұрсыз. Негізінен барлық жерде тауешкілер өзінің нұсқауымен, ақылымен бағыт беріп жүретін ер адамның энергиясында болыпсыз. Қысқаша осындай бірінші жарты жыл туралы сізге карталар айтты. Енді екінші жарты жылда сіз тауешкілерде не күтіп тұр? Аға аркан ғашықтар, тауешкілерге екінші жарты жылда барынша өзіңізбен іштей жан үйлесімділігін табуға және айналадағы адамдармен тек мейірім арқылы өзара түсіністік орнатуға кеңес береді. Екінші жарты жылда біреуге мүмкін ғашық болуыңыз да ғажап емес. Жалпы сіз егер таңдау жасасаңыз екінші жарты жылда, бұл жүрегіңіз кімді қалайтынын таңдаңыз. Бұл таңдау кез келген екі адамның арасындағы таңдауда болуы мүмкін, немесе кез келген сіздің таңдауыңызға кез келген нәрсе түсуі мүмкін. Бұл тек қарым-қатынас қана емес, сіздің екі нәрсенің қайсысы дұрыс деп салыстырасыз. Мүмкін екі пәтердің бірін таңдап сатып алу керек болатын шығарсыз. Әйтеуір қандай болғанда да сізге ең маңыздысы бұл таңдауды қателеспей жасау. Екінші жарты жылда сізде бір таңдау болады деп тұр. Екінші жарты жылда тауешкілерге адамдармен қарым-қатынаста белсенді болыңыз. Себебі
әсіресе сіз қаржыңызды өсіргіңіз келсе, сізге жүгіріп жұмыс жасауға тура келеді. Бұл мүмкін шын мәнінде ғашық болу, немесе жаңадан танысу, немесе кездесуге шақыру сияқты ұсыныстар да болуы мүмкін. Мүмкін жұмыс бабында сіз адамдарға өзіңіздің жұмысыңыз туралы ұсыныс жасайсыз. Өйткені бұл көбінде бизнес жоба, немесе жаңадан танысу, кездесуге шақыру туралы жұмыс бабындағы ұсыныстарда көбінде түсіп тұр. Сондықтан бұл кездесулер екінші жарты жылда тәуешкілер үшін өте бір маңызды кездесулер болатын сияқты. Себебі оның алдағы болашағы жарқын, табыс жағынан да жалпы дамуға қарай жол ашатын карта. Екінші жарты жылда сізде осындай карталар шықты. Тәуешкілер. Жаңадан бастаған бастамаларыңызға екінші жарты жылда мән беріңіз. Бұл карта тек отбасындағы бала тәрбиесімен байланысты ғана жағдайларды емес, сол жаңа ұсыныстарыңыз бойынша берілген мүмкін жұмыс бойынша жаңа ұсыныстар, жаңа жұмыстар, жаңа шығармашылық, жаңа оқу, тіпті ғашықтық, жаңа сезімнің басталуы, мінекей барлығы сол жаңадан басталған нәрселерге байланысты бастамалар, яғни сіз осы бастамаларға мән беріңіз дейді. Кейбір жаңадан басталған өзгерістермен бірге өміріңізде оған деген тәуелділік те туындауы мүмкін, немесе екінші жарты жыл осы уақытқа дейін, мысалы, біреуден, бір нәрседен сіз тәуелді күйде болып келген болсаңыз, бұл одан босайтын уақытыңыз. Егер сіз бірінші жарты жылда бала күтіміменен үйде отырған болсаңыз, екінші жарты жылда одан босайсыз. Мысал ретінде келтіріп жатырмын. Жалпы екінші жарты жыл осы уақытқа дейінгі бір нәрсеге тәуелді күйден босайтын кезең деп қабыл алыңыз. Бұл немесе жаңағы айтқан ғашықтық сезімнің, мен сізге неге көп айтып кеттім, өйткені сондай карта шығып тұр. Арты аса құмарлыққа, сол адамға тәуелді болуға ұласып кетпеуіне де назар аударыңыз, мән беріңіз. Одан кейін екінші жарты жылда сізге бір бақыт пен қуаныш картасы шықты. Тәуешкілерге бір жанына жайлы, жақсы көңіл күймен өткізетін уақыт болады. Қараңызшы, сіз жыл соңында өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізді көрсетіп, марқайып, мақтанып отырған жайыңыз бар. Лайым солай болсын. Сәттілік тілеймін. Су құйғыштар. 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек екінші жарты жылда? Су құйғыштар, бірінші жарты жылда сіз көп ойланып, бір жағдайға байланысты маңызды шешім қабылдаған шығарсыз. Бұл энергиядағы адамдар көбінде салық, құқық қорғау органдарында, тексеру органдарында, сот немесе заңгер, мамандығы архитектор сияқты, дәрігер, есепші, әйтеуір осындай бір тексеру органдарында жұмыс жасайтын лауазымдағы адамдар болуы мүмкін. Маңызды емес. Жалпы бірінші жарты жылда сыртыңыздан әңгімелер, өсек аяңдар жүрген сияқты, немесе бір жағымсыз оқиғаларға тап болуыңыз мүмкін. Тап болған шығарсыз, өйткені сіз күтпеген жерден арқадан пышақ салғандай жүрегіңізге ауыр тиген бір жағдайлар орын алуы мүмкін.
жалпы бұл карта адамның сеніміне қиянат жасалу, бұл ұрлық, бұл құнды затыңыздың немесе уақытыңыздың ұрлануы, тіпті мына жұмыстағы интеллектуалды өзіңіздің еңбегіңіздің еленбеуінің өзі сізге ауыр тиеді. Өзгенің иеленіп кетуі сіздің еңбегіңізді, басқа біреулердің сыртыңыздан ісіңізге араласуы, басқалардың тарапынан сынау, айыптау сияқты осындай бір жағымсыз оқиғалар сіздің өміріңізде бірінші жартыжылда орын алуы мүмкін. Себебі аға аркан сот, қараңызшы, бұл кармалық карта, сіз осы оқиғаларға да байланысты немесе өзіңіз шешім қабылдадыңыз, осы дейінгі өмірге, тұрмысыңызға, жұмысыңызға, тіпті қоғамға өзіңіздің көзқарасыңызды өзгертіп, саналы түрде бір шешім қабылдапсыз. Немесе бұл өміріңіздегі бір кезеңнің аяқталып екінші кезеңге басталуы. Жалпы бірінші жарты жылда суқұйғыштар жаңа өмір бастаймын деп сіз шешім қабылдаған боларсыз. Себебі ақ карта бұл алдағы уақыттағы ақ жолдан басталатын жаңа өміріңізді көрсетеді. Енді екінші жарты жылда сізді не күтіп тұр? Суқұйғыштарға бақыт пен қуаныштың картасы шықты. Құттықтаймын, табысыңыз жеткілікті, әл ауқатты, жанға тыныш, жанға жайлы өмір бастайсыз. Екінші жарты жылдықта бұл адамның өзінің де, адамның, яғни сіздің отбасыңызбен бақытты кезді көрсететін карта, және адамның бақытты жағдайын көрсететін карта. Бірақ мен өз жағдайым тұрақты, жанға жайлы деп сіз қозғалмай отырып қалмаңыз. Өйткені осылай қозғалыссыз отыра берсеңіз, оның арты мазасыздыққа, яғни өзіңізге деген мен неге осылай істедім деген сияқты бір нәрсеге көңіліңіз толмайтын, кейін жылдың аяғына қарай бір беймаза күйге әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан сіз қазірден бастап екінші жарты жылда көп кешіктірмей, жаңа мақсат қойыңыз алға, сол жаңа мақсатыңызды алға қарай дамытуға ұмтылыңыз. Екінші жарты жылда суқұйғыштарға неге мән беру керек? Мән беру керек. Суқұйғыштар мінекей екінші рет сізге ақ карта шығып тұр. Мән беріңіз. Яғни сіз ақ жолдан жаңа өмір бастауыңыз бұл. Бәрін жаңадан бастауға сіздің күш қуатыңыз жеткілікті болады. Күш бар жерде батылдық бар, және күш бар жерде сәттілікке де, құрметке де жете аласыз. Жан жағыңызға мейірімді, жомарт, адал болыңыз. Сізде екінші жарты жылда сізде өзгелермен бөлісе алатын, өзгелерге жол көрсетіп, нұсқау беретін ақылыңыз да, біліміңіз де, тәжірибеңіз де жеткілікті екеніне мән беріңіз. Балықтар, 2026 жылдың екінші жарты жылында не күтіп тұр? Неге мән беру керек? Ақ карта. Балықтар, бірінші жарты жылдың өзінде кейбір балықтар, сіз мүмкін жаңа өмір бастаймын деп шешім қабылдадыңыз. Бұл жаңа өміріңіз мүмкін басқа елге, басқа қалаға, басқа пәтерге көшу, жұмысты ауыстыру, тіпті жұмыстағы кеңсені ауыстыру сияқты бір өзгерістермен келген болар. Не болғанда да сіздің бұл өміріңіздегі бұл өзгеріс, жаңа өмір бастаймын деген шешіміңіз дұрыс шешім болған. Себебі
кейін бұл сізді сәттілікке, тіпті танымалдылыққа, талантыңыздың ашылуына апарады. Мүмкін бұл қызметте жоғарылау шығар, иә, мансаптық дәреженің биіктеуі, немесе кез келген сізді толғандырған мәселенің жақсы нәтижемен аяқталғанын көрсетеді бірінші жарты жылда. Балықтарды екінші жарты жылда не күтіп тұр? Кез келген ғаламтор арқылы келетін болсын, хабарламаларға, келісім шарттарға, әсіресе қол қойып тіркелетін құжаттарға мұқият қарап қадағалауыңыз керек. Бұл немесе сіздің сыртыңыздан басқа біреудің қадағалауы да мүмкін, немесе сіз өзіңіз үнемі біреуді қадағалауыңыз мүмкін. Тіпті сіздің өзіңіздің үйдегі кішкентай балаларыңыздың тәрбиесімен айналысқаныңыздың өзі бұл біреуді қадағалау сияқты, иә. Бұл сыртыңыздан жүріп жатқан бір өсек аяңдар, жағымсыз әңгімелер де болуы мүмкін. Екінші жарты жылда сіздің өткен өміріңізбен байланысты адамдармен қайтадан кездесуіңіз мүмкін. Бұл бұрын болған жағдай, немесе сондай оқиғамен қайтадан тоғысу. Бұл сыныптастармен, немесе курстастармен кездесу, немесе көптен көрмеген туыстарыңызды табу, мүмкін қайтадан жолығу, неке осындай бір өткенді сағынышпен еске алу сізді күтіп тұр дейді. Балықтар екінші жарты жылда сіз мына өмірдегі жаңа бастамаларға қадам жасайтын боларсыз. Бұл жаңа жұмыспен байланысты болсын ұсыныстар, немесе жеке өміріңізге байланысты кез келген ұсыныстар болуы мүмкін. Екінші жарты жылдықта тіпті балықтар сіз көп ақша табуға тырысасыз, жұмыстанасыз. Яғни күнделікті еңбек етуіңіздің арқасында сіз өзіңіздің ақшаңыздың өсімін өсіріп, табысыңызды тұрақтандыруға тырысасыз. Неке осындай сізге карталар шықты. Мына жеке ұсыныстар деп айтып тұрғаным, бұл жалпы өмірде жаңа өмір бастау туралы ұсыныстар да болуы мүмкін. Қарым-қатынасты қайтадан жаңғыртып, адамдар бір-біріне ұсыныс жасап жатады өмірде. Неке осындай екінші жарты жылда сізді кіші аркандар ғана шықты, сондықтан осындай жағдайлар сізді күтіп тұр екен. Екінші жарты жылда неге мән беру керек? Балықтар үшін кез келген тәуелділіктен босайтын кезең болуы мүмкін, немесе бұл карта кез келген басқадан тәуелді қарым-қатынасқа түспеуді меңзейді, немесе бұл аса қызығушылыққа, іштей азғыруларға, құнығуларға еріп кетпеуді де ескертеді. Екінші жарты жылда балықтар үшін ең бір маңызды мәселелер туындауы да мүмкін. Ондай кездерде сізге мүмкіндігі келгенше үзіліс алыңыз, және асықпай ойланып барып шешім қабылдау керек екен. Мүмкін демалыс алып барып, маңызды мәселелерді бірден шешім қабылдамау керек. Демалыс алып барып, ойланып шешкен дұрыс дейді. Сіздің жолыңызда екінші жарты жылда бір жұлдыз белгілері, егіздер, таразы, немесе су құйғыш, энергиясындағы ер адам кездесуі мүмкін. Салық, полиция, басқа да тексеруші органдарда жұмыс жасайтын, немесе мамандығы заңгер, дәрігер, архитектор, есепші, осындай мамандықта жұмыс жасайтын адамдар да болуы мүмкін. Жалпы логикалық ойлау қабілеті өте жоғары дамыған, ақылды, тәжірибелі, ұстамды адам екен. Мүмкін сіздің жақыныңыз шығар. Немесе екінші жарты жылда қандай болмасын бір сұрақтармен кездесетін, кеңесетін адам да болуы мүмкін. Жоғарыда сізге тәуелділік картасы шыққанын есіңізге салғым келеді. Сондықтан балықтар, сіз мұндай ер адаммен арадағы қарым-қатынасқа мән беріңіз.
Мінекей сіздерге екінші жарты жылда осындай карталар шығыпты. Сәттілік тілеймін.